Ассалаумалейкум қызай ұрпақтар, қалдарыңыз қалай? Біз Қалбатаудан Ақсуатқа қарай жол тарттық. Жолшыбай мынау Керей Жәнібек Абақ Керейдің Жантеке руынан шыққан Керей Жәнібек деген батыр. Сол батырдың басына барсақ па деп ойладық, бара алмадық. Мынау Керей Жәнібектің мазары осы мынау таудың ар жағында екен. Бірақ жолдар осындай жолдар болды. Жол өте нашар екен, қысты күні бару қиын екен. Көктемде келгенде барып береміз. Жолдар өте нашар екен. Керей Жәнібектің мазары Қалбатаудан бір 10 шақты километр ғана жерде екен, көп ұзақ емес. 7-8 ба 10 километрдей ма сонда жерде екен. Мына қалба жоталары сілемнің осылай қарай кету керек екен, бірақ бұл жақ бару мүмкіндігі болған жоқ. Сондықтан мазар туралы сұралмадық. Жолдар осы, жолдар мынау міне. Біраз жерге дейін жүріп көрдік, ары қарай бару мүмкіндігі болған жоқ. Енді Ақсуатқа қарай сапарымызды бастап кеттік міне. Жәнібек батырдың, Керей Жәнібектің мазарына бара алмадық. Керей Жәнібек кезінде көш бастаған керейлерді көшіріп Алтайға апарып тастап өзі қайдалан бір сапарлай жол сапарында осы Қалбатау маңайына келіп 80 жастан асқан шағында қайтыс болады дейді. Бұдан Керей халқының осы маңайда өмір сүргенін білуге болатын шығар. Және не мынау үш қожа аталып жүрген Қойшаға, Толым қожа, Тоқтар қожа дегендердің бәрі бірісі Матай Шағырғызайға, бірісі осы Керей Жәнібектің еліне келіп Абақ Керейге келіп сіңеді, ал бірісі Қара Керейге келіп сіңеді. Байдың қолына бар. Енді Керей Жәнібектің мұнда жатқаны нені білдіреді? Сол кездегі осы үш қожаның келіп сіңген жері осыларды білдіретін болу керек деп ойлаймын. Енді негізгі Керейдің көшкен жері сыр бойынан дейді. Сыр бойынан керейлер ауа көшіп, осы жақты келіп мекендеп, одан біраз мекендегеннен кейін барып Қытайға қарай кеткен дейді. Бұл кез Абылай хан тұсы Қызайдың ішінде Есенгелді батырдың да көш бастаған кезі сол кездер болып есептелген. Абылай хан бір деректе Абылай хан айтқан екен дейді. Әй, Есенгелді, сен еліңді алып, анау ата бабамыздың қонысы Ілені жайла. Сен Қаракерей еліңді алып, Тарбағатайды жайла. Сен Ержәнібек еліңді алып, анау Алтай өңірін жайла деп үшеуіне сол үш жерді табыстаған дейді. Енді сондай жазбалар да бар. Соған қарағанда осы үш халық бір-бірінен көп ұзақта өмір сүрмеген шығар. Бір 200-300 шақырымның маңайында өмір сүрген болу керек. Қазір сол бір жерге келіп жол сұрап көрдік. Ержәнібектің мазарына баруға әрекет жасап. Бірақ жолдар міне. Бұлай жүрдеген жоқ шығар. Бұлай кірдік па? Кірдік.
осындай 15 шақырымдай жер екен. Таумен асып баратын болсақ. Сонымен бұл жерден де артқа қайтқан жағдайымыз бар. Міне анау қалба жоталар. Мына тұрғанымызда қалба жоталар. Ол қалба жоталар жетеді екен өзі. Анау қалба жотаның Арыстан сайы деген сай екен, анау тұрған. О, арыстан кетеді екен. Ары кетеді екен. Арасан деп қойған жер бар екен, енді бір арасан бар ма екен екен. Мына жақтарда. Не дейді бұрын, не болған дейді? Парашют шығар еткен астында дейді, парашют. Так, біз Ақсуатқа кетіп барыстамыз. Ақсуатқа енді Ақсуатта Қызай тауы деген тау болған деген бір ақпарат естіп қалдық. Бұл ойланатын шаруа. Енді Қызай қыстауы дейтін бір қыстау болған деп те естіп қалдық. Міне. Сонымен Ақсуатқа бармасақ болмайтын жағдай болды. Сол үшін Ақсуатқа қарай жол тарттық. Ақсуат негізі Қалбатаудан 3,5 сағаттық жол екен. Тезірек барғанда түске қарай сол жерде болармыз. Енді бұлай ақ жол көрсе, сол жерге жетіп, ары қарай тағы да ақпараттармен бөлісетін боламыз. Шамамыз келгенше аяғымыз жеткен жерге дейін арылауға біз дайынбыз. Өзімізге мынау Қызай ұрпақтарына тиісті бір ақпараттармен іздеп табуға, әрекет жасауға дайынбыз. Мүмкін болса қолдай отырыңыздар. Мүмкін болса осы біз жүрген жол сапарындағы, жолдардағы елді мекендерде қоныстанып тұрған Қызай ұрпақтары болса, көмектесіңіздер. Алдымыздан қарсы алып, жол бастап, бір ақпарат жинауға көмектесіп, ел арасында немене айтылып жатыр, немене сөздер бар, соны жинастырып дегендей. Сұрайын ба? Бар оғылымын. Сұрасам. Қазір бір сұрадық. Мынау арда жатқан ауылда осы таудың бөктерімен кететін жол бар екен, ауыл бар екен. Сол ауылдан ары қарай 5 шақырымдай жер дейді. Бірақ қар жол дүрлеп тастаған, Ержанбектің қабірінің басына баруға мүмкіндік болмады. Мүмкіндік жоқ дейді. Амал жоқ. Ақсуатқа қарай жол тарттық енді. Жәнібектің басына бара алмадық. Жәнібек туралы бағана айттық. Ол мына кезінде Құдай Назар бабамыздың баласы Есенгелді бабамыз би болған, батыр болған бабамыз жол бастап бағана неменені Қызай ұрпақтарын ілеге қарай жол бастаған, көшірген дейді. Сол кезде ол кісіде Керей ұрпақтарын Алтайға қарай көшіріп апарып, солай қызмет атқарған батыр, шешен адам болған дейді. Енді ол кісіге қош айтыстық. Артта қалды ол кісі. Біз Ақсуатқа қарай жол тарттық. Ақсуаттан енді мәліметтерді іздестіреміз. Мүмкін болса арнаға жазылыңыздар. Біздің ақпараттарды көріп отырыңыздар. Өздеріңіз білген ақпараттарыңыз болса бөлісіңіздер. Ел аузында жүрген, өзіңіз тұрған мекендегі ел неме дейді? Қызай елі туралы кезінде, Қызай ұрпақтары туралы, Қызай анамыз туралы қандай сөздер, қандай әңгімелері бар. Міне, соның бәрін жинастырсақ, әрине бір үлкен ақпарат табуға болатын мүмкіндік болады деп ойлаймыз. Жол сапарымыз осылай. Біз ақырын ары қарай тағы да іздестірулер жасай береміз. Барған жерімізде шамамыз келгенше. Қолдаңыздар, қуаттаңыздар. Мүмкін болса қаржылай да көмектесіп, біздің жол сапарларға ұзағынан, молынан кемелді жүргізуімізге көмектесіңіздер. Бұл
әрбір Қызай ұрпағының борышы. Қызай ұрпағы тек қана анау іздеп жатыр, мынау іздеп жатыр дегенше, бәріміз жан-жақтан атсалыссақ, бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарсақ, әрине бұл жетпейтін жетістігіміз жоқ, әрине жетеміз. Сондай бірлік болған кезде. Сондықтан да шежіресі тарихшы кісілерге көмектесейік, жағдайымыз келгенше. Ол кісілер де бізге көмектессін. Сол қаржылай болса да, басқалай жақтарынан болса да көмек қолымызды молынан созатын болайық. Рахмет. Ары қарай Ақсуаттан жалғастырамыз.